Барлығыңа сәлем. Бүгін тауық бауырынан паштет дайындаймыз. Пияз бен сәбізді майдалап турап, жұмсақ болғанша қуырып аламыз. Тұз, қара бұрыш саламыз. Оттан алып, сармай салып, бауырды да қуырып аламыз. Тұз, бұрыш салып, 10-15 минут қуырамыз. Бауыр піскен соң 100 мл сливкимен бәрін бірге араластырып блендермен езіп аламыз. Өздеріңізге ыңғайлы ыдысқа салып, беті кеуіп кетпес үшін ерітілген сармай бетіне құйып қойсаңыздар болады. Тоңазытқышта сақтаңыздар. Ас болсын. Мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.